Гүлдер сыры екінші бөлім. Серғат бар шындықты өз құлағымен есту үшін Седапты шақырып алып, әйелі Берат босанған ауруханаға келеді және ондағы бас дәрігерден барлық ақпаратты сұрайды. Бірақ дәрігер ақпарат бергісі келмейді. Осы кезде адвокатымды жіберемін. Берат дәл қазір комада жатыр. Шындықты айтыңыз деп талап етеді. Осылайша бар шындықты естиді. Яғни осыдан 6 жыл бұрын әйелі көңілдесінен бала тапқанын, түзік жасатуға өте кеш болғаннан кейін босанғанын барлығын дәрігер айтып береді. Яғни қыз бала дүниеге келді. Оның аты Қадер дейді. Ал бұдан оның көңілдесін білесің бе Седап деп сұрайды. Бірақ Седап жоқ деп жауап береді. Бұл Қадер асыранды отбасында, оған кішкентай ғана бір түйір ғана шұжық беріп, осыған да тоясың дейді. Осылайша үлкен нанның ортасына шұжықтың дәмін және иісін иіскеп отқан Қадер бір құпияны біліп алады. Оған өгей әкесі араққа оратылған қағазда бұлай балқып, бай, шалқып өмір сүріп жатыр, ал бұнда қызы лашықта өмір сүріп жатыр деп, өсек деп және осындай әңгімелердің барлығын Қадер барлығын тыңдап отырып, менің анам осы екен ғой деп іштей елең етеді. Осы кезде әй қыз, сен наныңды барып сыртқа же дейді. Бірақ ол сыртқа шығып кете сала есіктің сыртында ғана аңдып тұр. Өйткені бар шындықты білгісі келеді. Өзінің мына тұрған лашықтан құтылғысы келеді. Анасын тапқысы келеді. Ең киноның қызық және нашар жері көңілдестен туған баланың өмірі. Бұл жерде ана деген аттан садаға кеткен Бераттың тастап кеткен Қадер туралы. Барлық ана, барлық бала үшін қиын. Мына жерде Қадер мусордан осы газетті іздеп жатыр. Ол ойлады, осы менің әкем мен анам деп. Осылай қуанып кетті. Мен оларды таптым деді. Мусор тастауға келе жатырған Зейнеп көріп, Қадер, сен мұнда не істеп жүрсің? Тағы да саған тамақ бермеді ме? Ашсың ба? дейді. Осы кезде Қадер, жоқ, мен тойып тұрмын, маған шұжық пен нан берді. Жай қарап тұрмын мусорды деп үйіне қарай жүгіріп кетеді. Өйткені шындықты айта алмайды. Ал мұнда Серғат ағасына мұңын шағып жатыр. Берат мені осы күнге дейін алдап кетіпті. Менің өз үйімде көңілдесімен бірге ол тіпті бассейнге құлаған түнде камераны барлығын өшіріп көңілдесін үйге шақырған дейді. Ал мұнда Зейнеп сіңілісінің бір жігіттің ізінен қайта-қайта телефонын соғып жатқанын естіп, сен неге ол жігіттің ізінен еріп жүрсің? Таста ол жігітті дейді. Осы кезде сіңілісі, яғни Зейнептің туған сіңілісі бар шындықты айтып қояды. Ол жігіт менің атымнан несие алған және телефонымнан бірнеше несие алып мені қадап кетті дейді. Ашуланған Зейнеп көлігін алып, яғни гүлдерімен келе жатқан кезде Серғатты көлігімен соқтығысып құлап қалады. Көзіңе қарамайсың ба? Не қарап жүрсің? Гүлдерімді мыждың деген секілді сөздерімен бар ашуын Серғаттан алды. Серғат болса қыздың алғашқы түрінен-ақ ғашық болды. Екеуі де ашулы, десе де бір-бірінен іштей жылы сезім пайда болды. Серғат бұл ауданда Қадердің осынша кіп-кішкентай болса да барлық тірлікті жасап жатқанына сырттай қарап тұрып таң қалды әрі қайғырды. Өйткені осындай кішкентай қызға жұмыс істетуге қалай ғана болады деген. Ал Қадер болса ол ер адамды көріп, ол кешегі газет есіне түсті. Бұл менің әкем ғой деген ой келді. Және де жасап жатқан жұмысын тастай сала Серғатқа қарай жүгірді. Әке деп тіпті айқайлап, оны құшақтап алды. Серғат не істерін білмей тұрған орнында қадалып қалды. Өйткені бұның әкесі емес екенін біледі. Тек Қадердің шынымен де өмірде бар ма, шынымен де әйелі измена жасағанына әлі де сене алмай жүр. Ал мұнда Қадерді ойлап тамақ апара жатқан Зейнеп бұл үйдің асырап алғандары ұрысып жатқанын біледі. Қадердің қашып кеткен екен. Десе де бұл асырап алған отбасы Қадердің қашып кеткеніне ешқандай да алаңсыз, тек жай ғана шу шығарып жатыр. Қадер болса әке-шешесін іздеуге кетті. Уайымдап қалған Зейнеп
Қадерді өзі бірінші тауып алу үшін көлігімен барлық жерді аралап Қадерді тауып алды. Кішкентай Қадер балапан қараңғы жерде қорқып бір қуыста, яғни орындық үстінде жылап отыр. Бұның өгей әкесі де іздемейді, өйткені оған керек емес. Өгей әкесі картаға ойынға кетті, ал анасына тіптен керек емес. Мұнда ашуланған, әлі де ашуын баса алмай отқан Серхат ағасын айтып жатыр. Ағасы да жұбатып, таста ол қызды, керек емес, іздеме, басыңа бәле тілейсің, ертең журналистердің барлығы сен туралы өсек қылады, керек емес дейді. Ал Зейнеп болса Қадерді осындай жапқышқа орап алып үйіне келді. Олар үйіне күн көрсетпеді бұл қызға. Мен бұл қызды жасырып ертең өзінің туған әкесін тауып берем дейді. Зейнеп сондай Қадерді жақсы көреді және осыншалық батылдығымен киноның бірінші бөлімінен-ақ адамды еріксіз баурап алғаны сөзсіз. Ертеңіне Серғатқа келеді. Сендер қандай адамсыңдар? Неге баланы біреулердің қолына тастадыңдар? Сен оның әке-шешесің, әке-шешесің дейді. Осы кезде суретке қараған. Мен оның әкесі емеспін. Шешесі дұрыс, ол шешесі, бірақ шешесі комада деп айқайлап сөйлейді. Неге баланы айқайлатасың? Баланың көзінше мұндай сөзді айтуға қалай ғана дәтің барады деп тағы да Зейнеп пен Серхат ұрсып қалды. Сосын шындықты білгеннен кейін барып Зейнеп түсінікті, сенің осылайша түнеріп жүргенің түсінікті дейді. Өйткені көңілдесінің қыз екенін түсініп қояды. Туалетке баруға бола ма деп Зейнеп Қадерді туалетке алып барып оның арқасындағы ұрған, көгерген жерлерін көріп таң қалады. Жалғасы бар.